Премьер-министр Әлихан Смайылов Тенгриньюс журналистіне сұхбат беріп, Европа елдерінің инфляция көрсеткішіне қатысты бірнеше дерек айтқан, бірақ оның сөзі қаншалықты рас. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Құрметті көрермен, тақырыпты бастамас бұрын пікір қалдырып, лайк бас. Бұл әрекет YouTube'тағы басқа да көрермендерге біздің видеоларымызды көруге мүмкіндік береді. Қарапайым халықтың ақшасы қайда кетіп жатқанын ел білсін. Әлихан Смайылов былай дейді. Например, в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, продовольственная инфляция составила почти 10%. Премьер-министрдің сөзі шындыққа жақын, себебі ақш-тың ауыл шаруашылық министрлігінің 2022 жылдағы маусымдағы дерегі бойынша азық-түлік бағасы 13%-ке өскен. Бұл тіпті 1981 жылдан бергі ең жоғарғы көрсеткіш болған. Енді келесі мәлімдемені талдасақ. В еврозоне почти 12%. Еуро аймақтың жағдайда мәз емес, себебі тамыз айындағы жалпы инфляция 9%-ке жеткен. Статистика басқармасының мәлімдеуінше, бұған энергия қымбаттауы себеп болған, ал тамыздағы азық-түлік инфляциясы 10,5% көрсеткішке жеткен. Например, в таких странах, как Венгрия, 23%, в Турции почти 90%. В Российской Федерации продовольственная инфляция составляет 18%. Венгрияның статистика басқармасының мәліметінше азық-түлік инфляциясы 30%-ке жеткен, ал елдегі жалпы инфляция 15,6% болған. Ал Түркияның тамыз айындағы инфляция 80%. Бұл 1998 жылдан бергі ең үлкен көрсеткіш. Инфляцияның мұндай деңгейге былтырғы күздегі лираның құнсыздануы себеп болған. Премьеріміз Ресейге қатысты деректе шатасып, сәуірдегі жалпы инфляцияны айтқан болуы мүмкін. Негізі Евразиялық экономикалық одақтың дерегіне сай, тамыздағы азық-түлік 9%-ке қымбаттаған. Бір қызығы, Ресейдің статистика бюросының дәл сол уақыттағы азық-түлік бағасы 15%-ке өскен дейді. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда.